Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен сан есім тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер сан есімді басқа сөз таптарынан ажырата аласыңдар. Ең алдымен алдыңғы тақырыптарды бекіту мақсатында тест жұмысын орындаймыз. Сан есім қандай сұраққа жауап береді? Жауаптары: қандай, қанша, не? Екінші сұрақ: сан есімді көрсет. Белсенді, балық, 5. Үшінші сұрақ: көп нүктенің орнына керек санды қой. 1, 5, 1, 1000, 1, көп. Тиісті жауапты таңдаймыз. Төртінші сұрақ: мына сөздер қай сөз табына жатады? 6, 12, 100. Етістік, сын есім, сан есім. Тест жұмысын орындап болғаннан кейін оқулығымыздың 82-ші бетіндегі 33-ші жаттығуды орындаймыз. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Үлгі бойынша сан есім екенін дәлелде. Ребуста бірінші берілген сурет елік, екінші уық, үшінші алма және тырнаның суреті бейнеленген. Дескрипторға назар аударамыз. Ребусты шешеді. Шешуіндегі сөзбен бір сөйлем құрастырады. Үлгі бойынша сан есімді дәлелдейді. Үлгі бұл сан есім, себебі заттың санын білдіреді. Келесі дәлелдеу сөзін өзіміз жазатын боламыз.